күнде кездесу, видеомыз, фотомыз бар. Көріп алайық, кездесу қалай өтті екен? Мы только вдвоем. Давай будем тайно счастливы. Никому ничего не говоря. Әдемі шыққан екен. Кездесулеріңіз қалай болып жатыр? Қандай ойларыңыз өзгеріп жатыр ма? Не қызық болып жатыр? Не жаңалық, бәрін айтыңыздар. Балауса ханым сол алдындағыдай бұл кісі жаттығуға барып жүр, және де жолай менің үйім. Сол себепті азанда өзі әкеліп тастауға, одан кейін шыққаннан кейін міндетті түрде мен алып кетеді. Жұмысы болса да жұмысында жанынан қалдырмайды. Жанында қарап отырғанымды сол нәрсе білмеймін, енді тастамайды мені. Және де жаңа контент, фотоға түсіруге кішкене енді мен бұл кісіні қинап қоям арасында. Түсейікші, осыны. Кеше де біраз дубль жасадық. Осы жаңағыдай қызба мінезді болып қаттырақ кетіп қалып жатсам, қалай шешеміз деген дүниелердің барлығын біз талқылаған болатынбыз негізі. Білмеймін, сондықтан да бүйтіп сен өзгеріп жатырсың деген сөзді мен бір орынсыз деп айтар едім. Өйткені мен жаман жаққа өзгеріп бара жатсам егерде, ол сөз орынды болар ма еді. Бірақтан да мен қазір қасымда ер азаматым болғаннан кейін де біраз нәрселерге араласпаймын да, пікірлерге енді кейде бір сөйлегім келген кезде ғана сөйлеп қалатыным ғана бар ғой. Сол қазір бізде барлығы шүкір жақсы, күнделікті кездесулер болып жатыр, бірақ бір кішкене бір мәселе болып тұр арамызда. Не мәселе? Кеше бір осындай, енді мүмкін орынды, мүмкін орынсыз, бірақ маған ауырлау тиіп кеткен дүниелер болады негізі. Орынсыз қызғаныштар көп та негізі. Жақсы ол, мені қызғанғаны, мен әйтеуір сұрауы бар адам екендігім, бірақ кейде бір маған деген сонда сенімсіздік па, болмаса шынымен де бір көңіл толарлықтай болмай жүрмін ба деген нәрсе мені мазалайды да. Не жағдай болды? Кеше эфир бойы сол менің киген киіміме қайта-қайта кішкене қабақ шытқаны бар. Енді мен білмеймін, өзім қатты ашық-шашық киінетін қызбын деп айта алмаймын. Бірақ болады енді, мен бойым енді қатты ұзын болмағаннан кейін тізеден жоғары киетін кезім болады да. Бірақ сол нәрсеге қайта-қайта қабақ шытып, ананы киме, мынаны киме дегені мен өзім енді бетімнен қақпай өсірген қыз болғаннан кейін, үйдің жалғыз қызы болғаннан кейін де ол нәрсені қабылдау күшке қатты қызған жақпын ба, орынсыз, соны айтшы. Осы біраз уақыт болды таныстықта жүргенімізге. Сондайды айта аласың ба? Айтпай қойыншы. Айтпай қойын, орынсыз. Ол енді бір. Балауса ханым. Жоқ енді, кейде түсінбей қалам, маған әзілдеп отырма, шын айтып отырма деп. Өйткені бұл кісіде бір түрда бірыңғай ше. Күліп айтып тұрса, енді, прикол екен дейсің ғой. Кәм бір түрмен бірдеңе деп айтады, сосын мен долданып уже болды деген кезде мен саған әзілдедім ғой дейді да. Сосын мен түсінбей қалам, маған әзілдеп отырсыз ба? Деп ше жаңағыдай күшті бір өзім сұрақ қойып, өзім жауап беріп, солай отыра беремін негізі. Жоқ, сізге жынына тиген ұнамайды екен да, қалжыңдап мен сөйтіп бүйтіп, әдейі істейтінім бар, сол қатты ұнамайды екен бұл кісіге. Серьезно қабылдап, одан әрең шығарып алам қалжың деп отырып ше. Сондықтан енді болашақта оны кішкене жоқ, әзілдейді ғой, әзілдегеніне қарсы емеспін, бірақ енді адам енді түрмен де эмоциямен беру керек қой. Енді оны уақыт өте келе сезесіз, бірақ енді айтып жатыр, қатты қызғанып кетем бе деп сізден сұрап жатыр ғой, қатты қызғанып